Сәлеметсіздер, БОП 16 тобының студенттері. БОП жаңартылған білім беру мазмұнындағы бағалау технологиялары пәні бойынша бүгінгі өтілетін тақырып кері байланыс беру. Кері байланыс дегеніміз адамның өзі куә болған оқиғаға немесе басқалардың әрекетіне айтылған пікірі. Кері байланыс сабақтың әр кезеңінде қолданылады. Мұғалімнің білім алушылармен үздіксіз өзара әрекет етуіне жүзеге асыруға, нәтижесінде оқу үдерісін түзетіп, сабақты әрі қарай жоспарлауға мүмкіндік береді. Кері байланыс әрекетін ұйымдастыруда көзделетін басты мақсат оқушының саналы ішкі рефлексиясын даярлау, сол арқылы қазіргі кездегі маңызды болып саналатын өз бетімен еңбектену, бәсекеге қабілетті болу, алғырлық сияқты қабілеттерін дамыту. Кері байланыс беру кезінде мұғалімдерге білім алушылардың жақсы жақтарын ескеру, тапсырманың дұрыс орындалмағанын нақты түсіндірмей тұрып, олай емес, дұрыс емес деген сөздерді қолданбау, білім алушылардың жұмысын жетілдіру немесе кемшілік тұстарын жөндеудің жолдарына ұсыныс беру. Төртіншіден, кері әсер ететін сөздерді білім алушыларды кекету, келемеждеуге қатысты, мысалы, орынсыз жауап, осыны ойлауға қалай ақыл жетті деген сияқты сөздерді мүлдем қолданбау ұсынылады. Енді бұл жерде кері байланыстың тиімділігін тексеру сұрақтары, яғни мұғалімге қатысты және білім алушыға қатысты. Мұғалім, білім алушы оқытудың қай сатысында, ал білім алушы мен оқытудың қай сатысында тұрмын деген сұраққа жауап береді. Мұғалім, олар білім алуда неге талпынады? Білім алушы нәтижеге қалай қол жеткіземін? Ал мұғалім, бұған жетуге көмектесу үшін не істеуім керек? Білім алушы кемшіліктерімді жою үшін не істеуім қажет деген сұрақтарға жауап беріледі. Кері байланыстың бұл жерде тұрған мысалдары, яғни осы кері байланысты сабақ үстінде қолданатын мұғалім мен қолданбайтын мұғалімнің айырмашылығына келетін болсақ, кері байланысты мұғалім оқуды оқыту жағдайына қарай түрімен, мазмұнын, әдісімен, тәсілін бейімдейді, тиімді оқытады. Кері байланыссыз мұғалім үйреншікті оқыту түрін өзгертпейді, оқытуда бір ғана әдіспен оқыту түрін пайдаланады. Енді үйге берілетін тапсырма, яғни ізденіс жұмысы, төменде берілген кері байланыс өткізудің әдіс тәсілдерін өздігінен зерттеп, соны дәптерге түсіру. Яғни осы әдіс тәсілдердің туралы ақпараттар іздеп, және мысалдар келтіріп жазамыз. Рахмет, тыңдағандарыңызға сау болыңыздар.